Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мен римский штори тігу жолын көрсеткім келіп тұр. Римский шторидің механизмін сіз отдельно Каспий магазиннен таба аласыз. Бұны скрытый деген түрі де болады, онда яғни мына механизмдері ішінде болады. Ал мен осындай таңдадым, себебі бұл кішкене арзандау тұрды. Және де оның өзінің осындай арнайы специялар болады. Бұны біз шторының арасына қазір жинауға қолданатын специяларымыз қолданатын боламыз. Наборында 5 специя жүреді, және де бір осындай утяжелитель в наборе жүреді. Бұл римский шториді біз карнизға осындай липучка арқылы бекітетін боламыз. Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге өте әдемі және өте ерекше римский штори тігу жолын үйрететін боламын. Римский шторидің карнизін потолокқа қадайтын боламын, сондықтан маған өлшем потолоктан подоконникке дейінгі ұзындық керек. Менде потолоктан подоконникке дейінгі размер 190, енді осы 150-де 190 метрлік ұзындыққа біз қазір матаны есептеп, бірінші сызбасын сызып есептеп алатын боламыз. Ендеше кеттік. Римский штори ол обычный штори тіккен сияқты төрт жиегін тігіп, ілгіштерді іліп карнизге қадау емес. Римский шторидің өзінің өлшемдері болады. Римский шторидің специяларды ілу жөнінде өзінің бірнеше түрлері бар. Ішіне скрытый лента тағу, немесе өзінен матаны өзінен қайырып ішке немесе сыртқа қарай специяларды орналастыру. Мен соның ішінде сыртқа қарай специяларды орналастырғым келіп тұр. Кішкене сыртында осындай әдемі сызықтар болып тұратындай етіп, шторымыздың өлшемін есептейік. Ені 150, ұзындығы 190. Ал бұл есеп қосалқы қайырып тігетіндердің есебі. Вообще бізге қанша мата керек? 150-ге екі жиегіне 4 сантиметрден қосамын. Ол дегеніміз 1 сантиметр бір қайыруға, қалған 3 сантиметр екінші қайыруға кетеді. Сонда 4 сантиметр, 4 сантиметр. Общий еніне 158 сантиметр аламыз. Мына жақтағы еніне 190-ға біз екі жиегіне қосамыз. Астына утяжелительге жаңағыдай дәл сондай бір қайратын сантиметр, 1 сантиметрмен қалай қайратын 4 сантиметрда. Утяжелительдің өзі 3 сантиметр кең тұру керек. Оған 5 сантиметр кетеді общий. Липучканың астына тоже бір қайратын 1 сантиметрмен 2,5 сантиметрді аламыз. Яғни 1 сантиметр бір қайрамыз, одан кейін 2,5 сантиметр қайрамыз. 2 сантиметрдің липучка түседі, үстіндегі жарты сантиметрі карнизді жауып тұрады. Ол кетті. Әрбір специямызға 3 сантиметрден қалдырамыз. Мына матаны бір-біріне былай тіккен кезде 1,5 сантиметрден орын қалады, ортасына специя тұрады. Және де мына жерде көрсетілгендер, бұлар специя кіретін дырка. Тіккен кезде мына жағын екі жағын тігіп тастаймыз специяды. Бұлай бір қайырып тігіп аламыз, специя тұратын, и мына жақты полный тігіп тастаймыз. Сол кезде специя екі жағынан шығып кетпейді. Мына жерлерінде былайынан дырка, мына жерден бір дырка қалдырамыз, сол дырка арқылы кіргіземіз. И утяжелительге дәл сондай. Сол кезде бізге ұзындығына общий кетеді 2 метр 10,5 сантиметр мата керек. 190-да 150 болса, еніне 128 сантиметр мата керек. Шторымызды қайырып үтіктеп алдық, енді тігетін боламыз. Екі жағын стретчить етіп тігіп алдым, және де өлшедім. Ровно 150 сантиметр шықты. Енді липучка тағатын жерді өлшеп, дәл солай үтіктеп, и стретчить етіп тігіп аламын. Липучкамен бірге тігетін боламын. Липучканы бір строкамен тігіп алдым. Осыдан кейін әр специяның сантиметрін өлшеп, оны тігіп, уже специяларды орнататын боламыз. Бұл үшін мен метрмен өлшеп аламын.